Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бір күні минбарға көтеріледі мешітте отырған кезінде. Мешітте минбарға көтеріледі де амин деп айтады. Екінші рет екінші минбарға көтеріледі, тағы да амин деп айтады. Үшінші минбарға көтеріледі, тағы да амин деп айтады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әңгімесін бітіргеннен кейін уағызына Муаз ибн Жабал деген сахаба бар, білесіздер, Муаз ибн Жабал. Бұл үмметтегі ең фақих адам. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Қиямет күні бүкіл ғалымдардың имамы болып тіріледі дейді. Муаз ибн Жабал. Менің үмметімдегі адал менен арамды ең қатты, яғни фиқ қой, адал мен арам мәселесі. Ең қатты білетін кісі Муаз ибн Жабал. Білімге сондай керемет мұқтаж, махаббат қойған кісі болған. Сол тұрады да, Алланың елшісі, бұл не қылған әминдер дейді ғой. Үш рет әминді, бұл не сыры бұда? Бұлай істемейтін едіңіз ғой. Деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мен минбарға қадамымды басқан кезде Жабраил алейхиссалам келді дейді. Сөйтті де айтты, ей Мұхаммед, Рамазан айына кіріп тұрып, күнәлары кешірілмей шыққан пендеге өкініш болсын деп айтты дейді. Рағима анфуху дейді, яғни мұрны жер ескесін деген ғой. Бұл жаман не сөз, андай сөз. Араб тіліне аударғанда бір жақсы емес сөз. Өкініш болсын деп айта берейік, ешкім жүрегін ауыртпай қой. Рамазан айы кіріп тұрып, күнәлары кешірілмей, яғни күнәсіне тәубе қылмай, қалай болса солай ораза ұстаған кісіге өкініш болсын дейді. Азаннан кешке дейін жатып алып, бір ағамыз айтқандай, Рамазанға Құдай қаласа жақсылап дайындалып жатырмын, бүкіл телесериалдар жинақ қойдым дейді. Сериалдар бар ғой ютубтағы, алма кезек көріп жатамын дейді кешке дейін, ауыз ашарға дейін. Соқса ол Рамазан болмайды ол. Ол сериал болады. Рамазан айының мақсатын түсіну керек адам. Мақсаты не? Құдайға жақындату ғой. Алла тағала аш қылып не істейін деп жатыр бізді бір ай бойы? Жоқ, Алла тағала бізді өзіне жақындатсын деп жатыр. Адамның қарны ашқан кезде кем кетіктің жағдайын түсініп, Құдайға деген мұқтаждығын сезіне бастайды. Үнемі тоқ жүретін адам оны не істейді? Қаперіне алмауы мүмкін. Көрдіңіз бе? Оның сіз Рамазан туралы бөлек әңгіме, енді жалпы айтып жатқан. Екінші әмин деген себебім дейді. Жабраил алейхиссалам айтты, кімнің әке шешесі қолында бола тұрып, жәннатқа кіре алмаса өкініш болсын деп айтты. Жаңағы рағима анфу, мұрны жер ескесін деп. Мен әмин деп айттым дейді. Яғни ол солай болады деген сөз. Көрдіңіз бе? Пайғамбар саллаллаху әмин деп айтып қойған уже. Яғни кімде кім әке шешесі тірі тұрып, разылығын алмастан дүниеден өтіп кететін болса, онда жағдай қиын болады. Пайғамбар саллаллаху әмин ішіне кіріп кетеді, өкініште болады. Ата-ананың разылығын неге жалғап қойған пайғамбар саллаллаху? Алланың разылығын жалғап. Алланың разылығы керек па дейді? Әке шешенің разылығын алып ал дейді. Көрдіңіз бе? Енді бұл жаңағы шарғи мәселелерде басқаша болады. Қазір Сағат ибн Аби Уаққастың өмірбаянында келеміз. Радиаллаху анху. Үшінші әмин дегенім дейді, мінекей бүгінгі біздің тақырыбымыз. Менің, ей Мұхаммед, Жабраил алейхиссалам айтты дейді, сенің атыңның аталып отырғанын естіп отырып, салауат айтпаған кісілерге өкініш болсын, мұрны жер ескесін деп айтты дейді. Өте не екен? Қатерлі мәселе екен.